Атырау мұнай құбыры басқармасының арнайы техника және технологиялық көлік цехы алыс қашықтықта қауіпсіз қозғалысты қадағалайтын автомобилін жолға шығарды. Автокөлік арнайы жарық беру құралдары және дыбыстық құрылғылармен жабдықталған. Оған құзырлы орындардан арнайы рұқсат алынған екен. Данный автомобиль предназначен... Бұл автомобиль қауіпті жүгі бар ірі габаритті көліктермен арнайы техникалар колонналарын межелі нысанға дейін сүйемелдеп жүруге арналған. Қауіпсіздікті қадағалайтын автомобиль алыстағы өндірістік объектілерге аталған көліктерді жыл 12 ай бойы сүйемелдеп жүретін болады. Бұл бір жағынан жол қауіпсіздігін сақтау, екінші жағынан белгілі бір дистанцияда жылдамдықты ұстап, жол көлік ережесін бұздырмайды. Бұл арнайы көлік жүргізушілеріне үлкен көмек болды. Бұрындар қиындау болатын, боранды күндері, тайғақта, тұмандарда, алыс станцияларға өзіміз жүретін, қазір арнайы сопровождение машина шығып, бізге ыңғайлы болды. Жолда тұрып қалған жағдайда бәрінде көмектесіп қасымызда жүреді сопровождение. Айтқандай, қауіпсіз қозғалыс көлігі жолға шыққалы арнайы көліктердің алыс объектілерге жету уақыты қысқарған және жолда жүру ережесі бұзылмай келеді. Егер арнайы көліктер бұзылып, жолда тұрып қалған жағдайда, қауіпсіздік қозғалыс инженері техниканы жедел жөндеу шараларына кіріседі. Нұрлыбек Ғизатов, корпоративтік телеарна үшін Атырау мұнай құбыры басқармасынан.